екінші А тобының элементтерінің химиялық қасиеттерін өтеміз. Алдыңғы сабақта біз екінші А тобының жалпы периодтық жүйедегі орнын сипаттап, олардың физикалық қасиеттерімен танысқан болатынбыз. Олай болатын болса, бүгінгі сабақтың жоспары бізде өскен үлкендер арқылы үй жұмысын сұралады. Одан кейін проблемалық сұрақтарды шешу, бұл тәжірибемен байланысты болып келеді. Рияси теңдеулерін жазып теңестіріп отырамыз. Тарсия әдісі бойынша қосылыстардың аттарын табамыз және есептер шығару әдеттегідей. Бүгінгі сабағымыздың жоспары осы этаптарда тұрады. Енді үй жұмысы бойынша, өскен үлкендер бойынша бір-екі сұрақ қойып жіберейін. Сұрақтарға жауап берген адам орнынан үлкен болып өсіп тұрып тұрады. Екінші топ элементтердің қасиеттері қалай өзгереді? Атом радиусы. Айта олар. Атом радиусы бойынша, топ бойынша өседі. Өседі, дұрыс. Төменге қарай өседі. Өседі. Азамат. Азамат айта ғой. Иондану энергиясы қалай өзгереді екен? Топ бойынша төменнен төбеге өседі. Жоғары қарай өседі. Дұрыс. Электр тегістілігі? Жоғарыдан төменге қарай азаяды. Азаяды. Жақсы, міне үлкендеріміз өсіп шықты. Отыра ойындар болдар. Үй жұмысы бойынша пысықтап алдық. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мазмұны химиялық қасиеттері болады, қосылыстардың. Демек, біз кальций, ең көп тараған кальций және магний элементтерінің қасиеттерін қарастырамыз. Бізде табиғатта көп тараған ақтас немесе бор, күнделікті пайдаланып жүрген борымызды білесіңдер, сол бордың ұнтағын пробиркаға салды. Бордың формуласы қандай еді балдар? Кальций СО3, демек оның кальций карбонаты деп айтамыз. Осы кальций карбонаты ұнтақталып салынған пробиркаға. Енді оған біз қышқылмен әсер етіп көрейік балдар, химиялық қасиеттеріне. Қышқылмен әсер ететін болса, мұқият қараймыз, теңдеулерді жазамыз. Қышқылмен әсер етеміз, жайлап тамғызамыз. Бірден көп тамғызуға болмайды, себебі реакция жылдар жүріп кетеді. Мына жақтағы пробиркаға біз аксуын құйып қойдық. Аксуын құйып, оның үстіне кальций СО3 карбонатқа қышқыл тамғызып жатырмыз. Аксуының түсінің өзгеруіне мән беріп отырамыз. Түсінде өзгеріс болып жатыр ма? Ақ түсі. Ал түсі өзгерді, бағанағы мөлдір аксуымыздың түсі ақ түсті тұнбаға айналды. Демек, бұның рияси теңдеуін жазамыз тақтаға. Кім келеді? Майлы келе ғой. Майлы рияси теңдеуін жаза берсін. Оған дейін баласында жаңа өскен үлкендер бойынша бізге сұрақтарға жауап берген оқушыларымыз Майраға, Азаматқа және бізде Айнаш жауап берді. Өскен үлкендерде. Әйгерім. Сабақ барысында бағаларымызды осы байқап отырамыз. Өскен үлкендерге сұрақтарға жауап берген оқушылар. Тәжірибе бөліміне қарастырамыз. Кальций карбонатына тұз қышқылын құйды. Бөліп шыққан газды көрсетеміз сызып, Майра, қайсы газ? Бөліп шыққан газдың белгісін қалай қоятын еп? Жоғары қарай стрелка қоямыз. Кальций карбонаты қайтадан тұнбаға түсті. Жақсы, отыра ғой. Келесі тәжірибеміз енді кальций карбонаты бұл жерде дәл осылай балдар біздер тыныс шығарған кезде де кальций СО2-ні бөліп шығарамыз. СО2-ні бөліп шығарғанын көру үшін біз мына жердегі аксуына жай ғана шыны түтікшемен үпіретін болса, онда адам тыныс алған кезде өзінен СО2 бөліп шығатыны дәлелденеді. Мына тәжірибені кім көрсетеді бізге? Кім көмектеседі? Келе ғой Әйгерім. Аксуына СО2-нің әсерін көрейік. Жай ғана үреміз. Ол кезде олар лайланып шығады екен. Бұл көрсете ойындар. Бұл жерде жаңағы тұнбалар лайланып жатыр. Ақ тұнбаның
түсі өзгеріп лайланды. Жақсы. Балалар, біздер сутелік металдарды біз керосиннің астында сақтаймыз. Неге? Өйткені ауада ол тез әсер етеді және толықтырғыш қасиеті. Кальцийге су қосқан кезде не бөлінеді? Әйгерім келе ғой. Дариғаға Майра. Әдісі бойынша топтық жұмыс балалар, топ бойынша жұмыс істейміз. Әрқайсысында төрттен ақтарыңа бұрылып топтаса қойыңдар. Сөйтіп, сендер үшеуің болыңыз ба? Жарайды. Перед магнезит. Это магнезит, информация, магнезит көрпісінен. Уақытты бастап кетті. Оқулықпен жұмыс жасаймыз балалар. Оқулықты пайдаланамыз бұл жерде. Мынау былай ма? Ал бірінші топтықпенді көрейік. Қазір көпбасшы қайсысын шығамыз? Оқулықпен жұмыс жасай отырып, біз қосылыстарды құраларын алып, жауап тақтадан көріп тұрмыз, интерактив тақтадан. Дәл осындай ба, Майра? 12-ден 12-сі дұрыс болды, иә? Екінші топтықеде 12-ден 12 дұрыс, үшінші топ 12-ден 10 болды. Жақсы, тақсия бойынша жұмысымызды аяқтадық. Топтық жұмысты өте керемет істедіңдер балдар. Әрі жолдарымыз істедіңдер. Енді есептер шығару кезеңі. Тақтаға келіп, мына дельфиндердің артында тұрған сұрақтағы есептерімізді таңдап алып, орындарымызға отырып шығарамыз. Әйнек есепте кім келеді? Бұл жеке жұмыс. Әрқайсымыз жеке есеп алып шығара береміз. Есептер шығаруда Майра болды есепті, Дариға, дұрыс. Бұл кальций элементі екен деп тапты. Жарайсыңдар, есептер шығаруда Айнаш, Махаббат есептерін шығарған дұрыс, жақсы. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі алған сабақтағы әсерлерімізді мынау таңдау әдісі деген рефлексиямен айтайық. Азамат, сен айта қойшы тұрып. Біреуін таңдаймыз. Мен сабақ қызықты болды, немесе қызықсыз болды деп ойлаймын. Мен сабақты қызықты болды деп ойлаймын. Несімен қызықты дейсің? Біз түрлі реакцияларды теңестірдік, есептер шығардық, топпен бірге жұмыс жасадық. Топпен жұмыс жасадық, жақсы. Айнаш? Екіншісін оқы ғой. Мен сабақта көп үйрендім. Себебі бұнда кальцийдің қандай әрекеттермен жүретінін және де сондай әрекеттерді есептер арқылы үйрендік. Кальцийдің реакцияларын көрді, қандай заттармен реакцияға түсетінін көрді, жақсы. Мен басқаларды мұқият тыңдадым, өйткені мысалға сіз жаңа реакция синтезін ғой, сол кездегі тақтаға шыққан оқушыларды мұқият көріп, солардан сабақ алдым. Жақсы. Гаухар? Мен сабақтағы өз жетістіктеріме ризамын. Керемет, жақсы. Олай болыңызды балалар, үй тапсырмасына осы екінші топ элементтерінің кальцийдің адам ағзасы үшін қандай маңызы бар екен, яғни биологиялық рөлі туралы қосымша ізденіп келеміз үйде. Жарайды ма? Қысқа ғана эссе ретінде жазып келесіңдер. Жақсы, сау болыңдар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.